көжегім. Қомағай, жұлдыз құрт. Бір күні жылы көктемгі түнде аспандағы жұлдыздар жымыңдап, бүкіл әлемге жарығын шашып тұрды. Осы кезде бір жасыл жапырақтың үстінде кішкентай жұмыртқа жатты. Таңертең күн шықты, оның жылы сәулесі жұмыртқаны қыздырып еді, кенеттен ішінен кішкентай жұлдыз құрт пайда болды. «Ой, мен қандай ашпын», деді жұлдыз құрт. Ол қарнын сипап, жан-жағына қарап, тамақ іздеуге аттанды. Дүйсенбі күні жұлдыз құрт бір шырынды алма тауып жеді. Өте дәмді», деді ол. Бірақ бәрібір қарны аш болып, әрі қарай жүрді. Сейсенбі күні ол бір алмұрт жеді. Бірақ бұл да аз болды. Сәрсенбі күні ол қара өрік жеп көрді. Бірақ қарны әлі де аш еді. Бейсенбі күні ол хош иісті құлпынай жеді. Бірақ тоймады. Жұма күні ол дәмді апельсин жеді. «Мүмкін, енді тойған шығармын», деді жұлдыз құрт. Бірақ жоқ. Сөйтіп, сенбі күні жұлдыз құрт қатты тойып алуға бел буды. Ол бірден торт, балмұздақ, тұздалған қияр, шұжық, кәмпит, ірімшік, қарбыз бәрін жеймін деп аузын толтыра бастады. Кешке қарай жұлдыз құрттың іші бүріп ауырып кетті. «Ойбай, енді ешқашан осыншама көп тамақ жемеймін», деп жатып қалды. Жексенбі күні ол жасыл шырынды жапырақ тауып жеп еді, ішінің ауырғаны басылды. Бірақ жұлдыз құрт енді кішкентай емес еді. Ол үлкейіп, үлкен жұлдыз құрт болып кетті. «Мен енді мүлде басқа жәндік сияқтымын», деді жұлдыз құрт. Содан кейін ол бір бұтаққа шығып, өзіне киім тоқып алды. Оның ішінде 2 апта тып-тыныш жатты. Бір күні киімнің ішінде қозғалыс басталды. Жұлдыз құрт ішінен кішкентай тесік жасап сыртқа шықты. Бірақ бұл жолы ол жұлдыз құрт емес еді. Ол керемет, түрлі түсті әдемі көбелек болып шықты. Осылайша қомағай жұлдыз құрт әдемі көбелекке айналып, еркіндікке қол жеткізді. Содан бері ол ешқашан тым көп тамақ жемейтін болды.